Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздерге арнап уәде етілген 3 сабақтан тұратын тегін видео бойынша обучение. Бір ескерте кететін жайт, бұл обучение сіздерге 48 сағат қана тосып беріледі. 48 сағаттан кейін бұған уже кіруге, үйренуге мүмкіндік болмайды. Сондықтан кіріп қарап, үлгеріп, тиянақты түрде үйренулеріңізді сұраймыз. Және тағы бір айта кететін нәрсе, бұл 3 сабақтың көзделген мақсаты сіздер қарапайым түсінікті тілмен ақ 48 сағаттың ішінде нәтиже көрсете алуды дәлелдеу. Сондықтан 3 сабақтан кейін тапсырма күтіңіздер. Сіздерге осы үйретілген нәрселердің ауқымында бір қысқа видео жасауға тапсырма беріледі. Сондықтан мұқият қарап түртіп алыңыздар. Бүгін видео тек қана бір жеке креатор ретінде емес, жалпы оператор ретінде, видеограф ретінде видео екеуінің байланысы қандай? Видео жасаған кезде операторлық білімнің болуы қаншалықты маңызды екенін түсіндіріп кетеміз, және сіздердің видеоларыңыздағы реализм, шынайы видеолар жасау кезінде кететін қателіктер мен жасау керек қимылдарды, заттарды айта кетеміз. Жаңадан бастап жатқандардың бір қателіктері ол жерде бірінші, неге мультяшный, мультфильм сияқты түрлер, бет-бейнелер жасауы. Екінші, бір көзге көрінген картинкада, мысалы видеода жарықтығы, қимыл қозғалысының бір түрлі болуы, және төртіншісі, көріп отқан адамның оған сенбеуі, екенін бірден біліп қоюы. Ал енді қателіктерін айттық. Бұл жердегі бір құпиясын айтып кетсек, операторлық пен видеоның арасында қандай 3 құпия бар? Біріншісі, ол жарық. Яғни сіз кадрды, фотоны, жалпы видеоны генерация жасаған кезде нақты промптта қандай драматургия бойынша свет болу керек, қандай жарық қай жақтан түсу керек, қалай түсу керек, контраст қандай болу керек, қай жері көлеңкеде қараңғылау, қай жері жарықтау болу керек, қай жері қандай түсте болу керек, қай жақтан свет түсу керек. Свет түсудің де бірнеше түрі бар. Ол жерде терминдермен сөйлесе, рисующий, контровой, заполняющий, фоновый деген сияқты өзінің түрлері бар. Және түсу кезінде олардың нақты қандай болатынын, қалай қозғалыста болатынын, не үшін екенін видеода болып жатқан қимылға байланысты промптқа жазып шығу. Осы құпияға байланысты менің жасаған видеоларымдың мысалында көре аласыздар қандай кадрлар әдемі шыққан. Ол жерде осы көріп жатқан кадрларыңызды сіз киношный көріп тұрсыз. Неге киношный көріп тұрсыз? Өйткені нақты қандай свет керек екен, нақты қандай драматургия, қалай контраст қандай екен, барлығы терминмен жазылған. Екіншісі, ракурс, яғни камера. Видеоңыз шынайы және біздің көріп жүрген рекламаларымыздағыдай, кинодағындай көріну үшін сіз нақты қандай камераға, қандай объективке, қандай ракурста, қандай қимылда, қандай объективтің углында түсіріп жатқаныңызды бүкіл нақты терминмен, цифралармен, сандармен жазып шығу керексіз. Ол үшін сіз как видеограф ретінде, оператор ретінде ойланып, соның қай кезде нақты қандай нәрсе қолдану керек екенін біле алу керексіз. Мысалға айтсақ, киноның өзінде, жалпы видеолардың өзінде адамның эмоциясын көрсету білу үшін крупный план және жақын план көрсетіледі. Бүкіл адресті көрсетіп, қимылдарды жақсы көрсету үшін широкоугольный объективпен общий планда көрсетеді, жалпы қимылды көрсетеді. Одан кейін сіз фото-видео жасаған кезде ол жерде еще диафрагмасын, яғни арттағы фонның размытиясын қандай болу керек екенін де цифрамен жазып шығу. Өйткені ол жерде егер сіз жазбасаңыз, мүмкін арттағы фон мен алдағы фон бүкілі бірдей плоскостьте болуы мүмкін, и фотоңыз как будто бір картина сияқты нереально болып көрінеді. Үшінші бір секреттің бірі операторский, ол жалпы композиция. Мысалы, сіздің кадрыңыз қалай алынған, әдемі алынбаған ба? Қарапайым өмірдің өзінде де, мысалы, камераны білмейтін адамға берсеңіз, ол адам фотоға түсіреді, ол фото ешкімді, либо видео ешкімді тартпайды, ешкімді привлекать етпейді. Ал түсіре алатын адамға берсеңіз, ол әдемі қылып түсіреді, көп адам көреді, көргісі келеді, қызығады, рахаттанады. Сол сияқты бұл да да солай. Кадр қойған кезде расположенияны, ракурсты, жаңағы композиция қалай әдемі болу керек, соның бәрін үйлестіре алсаңыз, мықты мен жазып жатқан видеолардағындай видеоларыңызды жасай аласыздар. Сондықтан қазір осы видеоны көріп біткеннен кейін сіздер ChatGPT-мен сөйлесу арқылы осы мен айтқан данныйларды, мен айтқан құпияларды оған бөлісіп жазсаңыз, көрсетсеңіз, айтсаңыз, айтқанын ол түсініп алады. Операторлық приемдар десеңіз, өзіңіздің біліміңіз айтсаңыз, мен мысалы білмеймін, новичокпен кішкене білемін, түсінемін деп айтсаңыз, одан кейін өзіңіздің жасағыңыз келген видеоның мысалында идея айтасыз, ол сізге осы структуралармен құрап промпттар жазып береді. Сол кезде бұрынғы жазған промпттарыңызбен қарапайым
осы жазған промпттардың арасындағы нәтижені байқай аласыздар. Сондықтан қазір тура осы видеодан кейін барып, видео болмаса да фото генерация жасап байқап көріңіздер.